Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы алгебралық бөлшектің негізгі қасиеті. Жалпы өткен сабақта алгебралық өрнектер тақырыбын өткен болатынбыз. Алгебралық өрнектер жалпы алғанда бүтін және бөлшек өрнектерінен құралатындығын бәріміз білеміз, есімізге түсіретін болсақ. Жалпы мына түрдегі өрнекті, яғни бұдан А өрнегін біз алгебралық бөлшек деп айтады екенбіз. Және алгебралық бөлшектің негізгі қасиеті қысқарту және теңбе-теңдік екен. Қысқартуды бәріміз білеміз. Бірдей сандарды біз бөлшектің алымында, бөлімінде болса қысқарта аламыз, көбейту амалы орындалғанда. Ал теңбе-теңдік құрамындағы барлық айнымалылардың мүмкін мәндер жиынында ақиқат болатын теңдікті теңбе-теңдік деп атайды екенбіз. Барлық мүмкін мәндер жиынында ақиқат болатын теңдікті ғана теңбе-теңдік деп атайды екенбіз. Өрнекті оған теңбе-тең өрнекпен алмастыруды теңбе-тең түрлендіру деп атайды екенбіз. Демек, мұнда мен 3 мысал қарастырып көрсетейін сендерге. 3y квадраттан 21y деді, немесе 21y бөлінген 3y квадрат. 21y-ті біз 3 пен 7 санның көбейтіндісі ретінде алуымызға болады. Демек, біз мұнда ортақ көбейткішті жақша сыртына шығарып аламыз. 3y көбейтілген 7 қалды. 3y-ге квадрат болмаса, 3y-ді шығаратын болсақ, мұнда бізде y-тің өзі қалады. Демек, қысқарту орындалады. 7 бөлінген y. Біздің жауабымыз осы болады. Екінші мысал, а квадрат минус 9 бөлінген av плюс 3v. Бұл жерде қысқаша көбейту формуласын есімізге түсіретін болсақ, яғни а квадрат минус b квадрат екі өрнектің квадраттарының айырымы. Демек, а квадрат минус v дегеніміз еске түсірейік. А квадрат минус v квадрат, ол деген сөз а минус v мен а плюс v-ның көбейтіндісіне тең, яғни екі өрнектің азайтындысы мен қосындысының көбейту амалына тең деген сөз. Онда а минус 3 а плюс 3 деп алатын болдық. Енді мұнда қарасаңдар, бөлімінде а плюс 3v деген, мұнда ортақсан екеуіне v болады, v-ны шығарамыз. Жақшаның сыртына а қосылған 3 қалды. 3 қалды. Енді а плюс 3 пен а плюс 3-ті қысқартамыз. Көбейту амалы болған жағдайда біз міндетті түрде бөлшектің бөлімі мен алымындағы бірдей сандарды, бір-біріне тең сандарды қысқартуымызға болады екен. Демек, жауабы а минус 3 бөлінген v. Келесі, үшінші мысалымыз 8a-ның квадраты, y-тің квадраты көбейтілген араларында 24 көбейтілген а көбейтілген y. Демек, мұнда да ортақ көбейткішті жақша сыртына шығарамыз. 8а y-ті ортақ көбейткішті жақша сыртына шығаратын болсақ, бізде қалады а көбейтілген y. Ал мұнда да 8а y-ті шығаратын болсақ, көбейтілген бізде 3 қалады. Демек, бір-біріне тең сандарды, бірдей сандарды қысқартамын. Нәтижесінде а көбейтілген y бөлінген 3 қалады екен. Алгебралық бөлшектерді осылай орындаймыз. Меніңше сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Сау болыңдар.